Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда Present Continuous туралы өткен сабағымның үзіндісін айтатын боламын. 6 класс оқушылары сабақта оқушыларыма Present Continuous'ты қашан, не үшін қолданатынымызды, оның ережесін, формасын айтып, есімдіктерден кейін көмеші етістіктердің болатындығын, негізгі етістікке ing жалғанатындығын толық айтып түсіндірдім. Осы түсіндіргенімді практика арқылы жүзеге асырдым. Ол үшін оқушыларды іс-әрекет жасауға тақтаға шақырдым. Мысалы, бір оқушы кітап оқып тұрады. Мұғалім ол не істеп жатыр деп сұрақ қояды. Қалған оқушылар ол кітап оқып жатыр деп айту қажет. Ол ағылшынша he is reading. He деген есімдіктен кейін is көмеші етістігінің дұрыс қойылуын көрсетеді, және read деген негізгі етістікке ing-дің дұрыс жалғануын айтып, оқушылар сөйлемін аударады. Осы іс-әрекеттен кейін қыз баланы шығардым. Ол кезде оқушылар he-дің орнына she деп айтып үйренеді. Ол жерде де she-дан кейін isдің болатындығын және етістігіне ing-ін жалғап дұрыс сөйлем жасайды. Осы he, she-дан кейін екі оқушыны тақтаға шақырдым. Бұл жерде оқушылар they деп айту қажет. They-дан кейін аның болатындығын, одан кейін етістікке ing жалғап, тағы да дұрыс сөйлем ойлап жатыр. Олар футбол ойнап жатыр. They are playing football деген сөйлемді оқушылар дұрыс қылады. Міне осы іс-қимылдарды дұрыс жасау арқылы, дұрыс аудару арқылы оқушылардың сабаққа дұрыс түсінгендігін көруге болады. Оқушылар тапсырманы сондай қызығушылықпен орындады және сөйлеу дағдылары машықтанды, дамыды деп те айтуға болады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.